Қазақ ортасына көшпенді халықтар жиылып, ойын-сауық құрғалы жатыр дегенді естіп, біз де келіп қалдық. Алатаудан самолет артып. Келсек, бұл жақта ақпыз, қара сарымыз, ағайымыз бәріміз деп 5 құрлық түгел осында жүр. Ресми мәліметтерге қарасақ, 89 елден 2000-нан астам спортшы келген екен. Бергісі қырғыз, өзбек, мұңғыл елінен болса, арғысы глобустың анау шетінде жатқан Перуден ұшып келген. Уругвай, Того, Кот-д'Ивуар, тағы да басқа мен өзім жеке өмірі атын естімеген мемлекеттерде ең құрмағанда бір-бірден болсын спортшы жіберіпті. Енді 1000 естігеннен бір көрген артық дейді. Сондықтан кеттік аралайық. Астананың желі бетімізден сүйіп, басымыздан сипап, шашымызды дудыратып жатыр, оған мән бермеңіздер. Көшпенділердің ең сүйікті ойындары ол ат үстінде ойнайтын ойындар сияқты. Соның ішінде көкпар, соңғы жылдары жақсы дамып келе жатыр. Бүгін мына алаңда Қазақстан мен Ресейдің көкпаршылары жартылай финалда ойнайды, соны тамашалайық. Ресейлік қарсылас команда кішкене көп очко қалып қалды, Енді бұл кезде балалардың несіне байланысты ғой, дайындықтарына байланысты, шеберлігіне байланысты. Енді қазақтың балалары айтып отырмын ғой, бір бас жоғарыда. Ал енді мәселе кейбіреу айтып жатыр, аттарда деп келген кезде өз атыңмен келмесең жеңіліп қаласың. Ол енді бірінші орында тұрған атпен және шабандоз ол бір болу керек та. Егер сен атын дұрыс болмай, шабандоз мықтап сенің күшін жігерін бет алды кетеді. Бұл кісілер атты осы жақтан алып тұр. Өздерің Осы жерден алып деп естіп жатыр. Бірақ аттар берген жассыздар. Жақсы аттар көрдіңіздер ғой жаңа, Біз Қазақстандан ұтылдық, біз 3-4 ойнамай болдық. Россия командасы 3-4 орынға ойнауға мүмкіншілік алдық. Сіздер сонда Ресейден спортсмендерді Қырғызстанға апарып дайындадыңыздар ма? Россиядан спортсмендер Қырғызстанға келіп, 15 күн сбор өтіп, анан ушул жерге көчмөндөр ойынына келдік. Көп видео көрдік, ковбойлардың дайындығы, анау еңгезердей жігіттерді көріп, ойпырмай мыналар алып кете ме екен деген бір ой болды. Енді көкпар деген ойын спорт емес қой. Ковбойлар өз елінде мықты, өзінің елінде, өзінің жерінде мықтылығы бар ғой, бірақ көкпар деген нәрсе өте қан қуатын нәрсе негізі. Сыйлап айтып жібердік, салымдар бердік, соған арта болып кетеді ғой. Қызық ойын ертең болады. Трибунаның бәрі ертең бұдан басқа толады ғой ертең. Финалдық кездесу тең осы қазақ-қырғыз кездесіп отыр. Енді шындықты жеңеді, бірақ елдің намысын қорғап, қанша жауапкершілік бар, соның бәрін ақтап шығамыз деп ойлаймын. Ең негізгісі бұл жақтан көкпарды көруге келдім. Көкпардан қырғыздар мықты, қазақтар деле кем қалбайды. Алпыс қас 90 үйрек бір күнді алған, құсқайда көкжендеттей қыран шәулі деген ақан серінің өлең жолдарын құсбегілікпен айналысып жүрген біздің елдегі әрбір адам жатқа айтады. Бүгін 10 мемлекеттен сол өздерінің құстарын, көкжендеттерін сайысқа салу үшін адамдар келіп отыр. Әр командаға 3 құстан салады екен. Бүркіт, қаршыға және ителгі. Қазір біздің операторларымыз сіздерге әдемілеп түсіріп көрсетуге тырысады сол құстарды. Айтпақшы, қаршыға қазақтың бүркіттен кейінгі қолға үйреткен саяқ құс екен. Құс жіберілді. Özüm Türkiye'den kelemim. İzmir kalasından. Atыңыз кім? Mutlu Kızılbuga. Костюміңіз керемет екен бүгін. Жақсы бұл бүркіт киімі. Біздің ұлттық киіміміз бүркіттің kanatları сияқты болды. Осындай бүркіт kanatları. Бұл decoration. Bir batırda бұл mendil bolsa onu bildirirdi ki бұл batırdın ayeli talentli boladı.
Я бул кол жасаган. Соны тағып жүресіз, Иә, көрсету үшін, иә? Я кол жасаган. Өзіңіздің жұбайыңыз, әйеліңіз бар. Я аялым burada, onun kolunda karşıga var. Ол да Куспеге. Енді қазір көреміз. Міне алыстан келген қыз кейде өте жерді жерсін дейді міне. Only 1 minute to participant Қайтадан ұшты. and continue. Қошемет мүмкін қонатын шығар. Мы из Грузии, да. Как-то вашу птицу зовут? На мою птицу зовут Солнце. Я просто не разбираюсь в птицах. Это птица балабан, сокол балабан. А по-казахски это будет ительга. А как так получается, что дикие птицы начинают слушаться человека? То есть это же абсолютно дикие существа. Это зависит от привязанности. Как много у тебя будешь его водить на руке, сколько времени ты с ним будешь проводить. Не надо ему дать заснуть. Ты тоже не будешь спать. Ты его кормишь, поишь водой. В конце концов он осознает, что мы одно целое охотники. Как по-казахски солнце? Күн. Күн. Андрей Семизаров, Республика Алтай, сборная России. Птицу зовут Курхан. Это специальный костюм? Это национальный костюм царской псовой охоты, которая в себе содержала охоту с гончими, охоту с борзыми и охоту с ловчими птицами. Шапка у вас на голове. Это тоже все оттуда. Это комплект Да. человека, который выходит на охоту, да? Да, это в пасть лисе вставляешь, когда связываешь лису. Ну, а здесь мясо для беркута укладывается. Әкем бүркітші болды, ағам да бүркітші болды. Бұл құсбегілікені мен кішкентай өмірге келгеннен кейін көргенім құс болғаннан кейін қатты қызықтым. 6 жасымнан бастап ат мініп, осы 8 жасымнан бастап осы бүркітшілікпен айналыстым. Бүркітшіліктің енді ең алғашында бүркітші қыз болып әлемге танылып шыққан кезде көп адам қарсы болды, өйткені қыз бала деген үйде отыру керек, қыз бала деген мысалы бізде Моңғолияда өте қатты суық, 40-50 градуста жүре алмай, талтастар деп солай айтты. Бүркітшілер сайысына қатыстым, өз балапанымды ұядан алдым. Ұясына барып бүркіттің несін балапанын алдыңыз? Иә, өйткені бүркіт оңай жерге тумайды, өте қиыншылық шыңдарға ұялайды. Сол кезде мен әкем көріп жүретін. Енді 13 жасында әкем сол қияға тастады, белімнен арқан байлап, мен түскенде 2 балапан болды, біреу еркек, біреу ұрғаш. Бірақ та көбінесе ана бүркіт, яғни ұя басар балапанды аламыз. Сол кезде соны алдым, өзім тәрбиеледім кішкентай кезімнен. Бірінші сипадым, даусыма үйреттім. Жалпы қол балапанды болғанда 1 айда тәрбиелеуге болады. Ал енді аспаннан ұстаған бүркітті қақпамен оны ұзақ уақыт тәрбиелейді. Нағыз қиыншылық кезі болды. Енді тау таста, омбы қарда жүріп, сол кезде менің бүркітім қасқыр ұстап, нағыз бүркітші қыз екенін дәлелдедім. Содан бастап көп ағайдар маған баталарын беріп, жалпы мен шыққаннан кейін 2 жылдан кейін бүркітші қыздар шығып, қазірдің таңда Моңғолияда 15 бүркітші қыз бар. Қазақстанда осы соңғы жылдар Аяжан дейтін қыз бар, соны білем. 1-2 қыз, сонда сұңқаршы қыз бар, Айзере дейтін, сол қыздарды білемін. Кез келген адам бүркітші бола алмайды, өйткені бұның бабыты қиын. Енді аспанда жүрген құсты үйрету деген ұзақ уақыт кетеді. Төзімділік пен шыдамдылық. Жалпы мен бүркіт ұстағаннан бері өзімді төзімділікке, шыдамдылыққа үйреттім десем болады. Жалпы бүркітпен жүргенде өзімді еркін сезінемін, еркіндікке солай үйретеді адамды. Бұны жаңағы сылап сипап не етпесеңіз, жаңағы мысалы оқыс қолыңыз ноқып тиіп кетсе, не өтіп кетсе, бұл кек сақтайтын құс. Жаңағы мінезі кең азамат ұстайды. Өзіңіздің қанша құсыңыз бар? Менің өзім қазір 100 құс, 1 қолбала құсым бар. Бұл мынау қолбала құс. 100 құсым жаңағы сол елде жаңағы. Енді бұл 100 құсы деген қандай құс ол? 100 құс деген жаңағы даланың жабай бүркітін жаңағы ұстаған. Мынандай жаңағы топтың ішіне неменеге бұл жаңағы даланың құсы далаға қашады, сондықтан жаңағы мына топты адам қарайған халықтың ішіне көп жарыстарға қатыспайды. Бұл жаңағы тек қана аңға ғана алып шығатын жаңағы құс. Моңғолияда қанша бүркітші бар жалпы? Моңғолияда Баян-өлгөй бойынша бұған жаңағы 300-ге тарта бүркітші бар деп ойлаймын. Құс бар жерде құт бар дейді. Жаңағы бұрынғы кісілер келгенде бірінші ассалаумағалейкум деп төрге сәлем берді, екінші құсқа сәлем береді дейді. Құстың алдынан кесе өтпейді, айланып өтеді дейді.
Silky and Kieran from Belgium and Scotland, and we are actually on our 10-year honeymoon world trip. So we've been traveling for 3 years, and our plan is 10 years. We share our journey along the way, and we're just super happy to be here. Oh, this is our first time in Central Asia, and we just arrived in Kazakhstan around 10 days ago, and we spent some time in Astana, and then went to Borabai, and back to Astana for the Nomad Games. The best festival ever, like just this melting pot of cultures, the sports, like we've never seen anything like this. Yep. Eagle hunting, horseback, like the archery, everything's it's such a different experience, and especially being from Europe, there's not a lot like this going on, and it was just we've fallen in love with this. Құс болсаң жібектен баутағар едім, күмістен тоғырыңды жабар едім, мойның ассар алтыннан алқа тағып, қолға алып сылап сыйпап бағар едім. Осы сайысқа 33 мемлекеттен 180 спортшы келді. Қазірге осы бір аланда 180 спортшыда енді 180 садағы бар. Әр қайсында бір 20 оқтан бар. Сонымен өзіңіз қарап тұрсаңыздар 3800 оқ бір аланда бүгін. Ал бүгінгінің сұрмергендері міне. Азиялықтар мықты ма, еуропалықтар мықты ма, көрейік. Арқашан айтатын сол Венгрия мемлекеті, Мажарстан өте мықты. Бұрындарымыз өзі біздің қанымыз барғаннан кейін кішкене оларда сол қалып қойып, олар оны жоғалтпай дамыта берген. Бізде енді жаңғырып келеді. Және Түркия елі, Қырғызстан, Ресейде енді мен нақты орыс ұлты деп айтпаймын, ол жақта якуттар бар, башкирлар бар, дағыстандықтар бар, солардың мергендігі өте мықты. After more than 10 years practicing, right now I'm here in the one of the biggest game of the world. So I'm so happy to be here because it's a very good event and a lot of very good archeries here. What I saw, it's amazing. The city is beautiful. The people are very nice, very friendly for us. And everybody just hugging us and said, "Okay, come on, brothers. We are brothers in the world, and they are so happy to see us." The answer is the same for you, for your people, and for our people. So we are brothers. Біз өзіміздің төл нысанамыз Жамбы нысана бойынша жарысып жатырмыз. Жамбы ол қозғалмалы, өте қиын. Бірден ең үздігін деп, осы жеңет деп айта алмайтын нысананың түрі. Яғни бұл жерде көбінде сәттілік көп ойнайды. Өйткені нысана қозғалады. Мықты ататын спортшының өзі тигізе алмай қалады. Сондықтан бұл жерде везение дейміз ба, ойын ретінде қабылданады кішкене. Hussein, we are from the heaven. We are a son of the God. The all Mongolians thinking that. Even nowadays? Yes. In that reason, the Mongol people are believing yourself and want too much power in there, in here. Тийм болно. Одоо бас бидний мөрөөдөл бол яг юм байдаг. Тийм одоо өнөөдөр яг энэ өв соёл уламжлал тийм үндэсний спорт гэдэг зүйл бол дэлхийг одоо дахин дэлхийн одоо хандлагад эргэж яг энэ зүйл рүүгээ ирж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа ийм одоо энэ дэлхийн одоо энэ үндэсний өв соёл уламжлал дахин дэлхийн байдлын дагуулах болно. Өчигдөр ахмад барлық елдерде дәстүрлі садақ ату жақсы дамыған. Кейбір мемлекеттер мүлдем 20-30 жыл бұрын атып кәдімгідей спорт ретінде дамытып келе жатқан. Ал бізге келетін болсақ, біз енді ғана қолға алдық. 2019 жылы алғашқы федерация ашылды. 2022 жылы біз тұңғыш чемпионат өткіздік. Яғни 22 жылдан бастап бұл спорт ретінде болып қабылданды. Соған қарамастан біздің спортшылар осы қысқа уақытта тәжірибе жинап, олар 20-30 жыл жинаған тәжірибесін біз
губка сияқты өзімізге сынып алып жинап бүгінгі күнде жақсы нәтиже көрсетіп жатырмыз.首先一样的地方就是我们都要用扳指，我们都要用扳指来勾弦，我们都要用扳指来勾弦，我们用这种方式。Turkish style。那这种方式在国际上叫蒙古式，欧洲人把它叫蒙古式。此外不同的点就是在中国，我们用大拉锯，我们拉到这儿，但是在哈萨克斯坦、在土耳其或者说是在伊朗，在很多西亚和东欧国家，他们只是拉到这儿。另外还有一点不同就是关于剑。中国骑射用的剑很粗很长，它在这个近距离的穿透力很强，但是它不擅长，它的速度不是特别快，不擅长远距离。Айтпақшы, Астанаға ақыры кеп тұрған соң белгілі этнограф, қару зерттеуші, ғалым Қалиолла аға Ахметжанның шеберханасына арнайы кіріп шыққан болатынбыз. Қазақтың садағы көне заманнан қалыптасқан құрама садақ ол бірнеше жаңағы бөліктен құралып жасалады және бірнеше материалдан құралып жасалады. Мұның жаңағы негізгі осындай 5 бөлігі бар. Мынау басы, екі басы, екі белі, екі иені, сосын мына белі қолға ұстайтын жері. Мұның жаңағы негізі ағаштан жасалып, сосын ішкі жағына мүйіз, таутекенің мүйізін, жаңа арқардың мүйізін жапсырған, мына сырт жағына сіңір жапсырған, содан кейін соның бәрін жаңа қайың тозымен ораған. Жасалып біткен кезде мына кері жаққа нетіп тұрады, көрдіңіздер ме? Сосын оны бер қарай иіп, кіріспен тартқанда, осындай жағдайға келтіргенде, мұның өзінде үлкен жағы серпінді күш жиналады. Көрдіңіз бе? Мына неден жағдайда мынаған келтіру үшін мінекей. Мынаны бұлай қайыры, бұлай келтіру үшін, сонда мынау мүйіз өте қатты серпінді материал ғой. Мына жағынан сіңір тартып тұрады. Сонда мына жерде иінде үлкен жаңағы серпінді күш жинақталады. Сосын оны тағы да бұлай келіп тартқан кезде, ол одан сайын күшейеді, өте алысқа қатты ататып жаңа қару. Сіңір мына жағында тұр ма, мына жағында? Мына жағында сіңір. Ол сіңір тартып тұрады. Мүйіз итеріп тұрады мына жағынан. Сонда мына жерде соны бұлай иу үшін өте қатты күш керек. Еуропалықтардың жебесі 300 метрге ұшса, сақтардың жебесі, сақтардың садағы 500 метрге дейін атқан дейді. Ал ғұндардың садақы одан да мықты болыпты. Бүйтіп адырнаны тартқан кезде, адырна дейін мына жіп дейікші, тартқан кезде 40-45 килограмм күшпен бұлай тартады екен да. Енді сонда ойлаңызшы, сол жаугершілік заманда бір садақшы сондай күшпен жүздеген жебе жіберген ғой, Садақтардың айырмашылығы бар ма біздің еліміздің, басқа елдің деген сияқты? Сонда не деу болады айырмашылығы, жебелердің айырмашылықтары мысалы? Жалпы негізі әр спортшы өзіне сай садақ таңдайды. Яғни мысалы бізде Тапенов Ербол күміс егері бар, ол мысалы ұзын бойлы, 2 метр бойы бар, өзі күші де көп. Ол мүлдем басқа садақ таңдайды өзіне. Мысалы ол Венгрияның садағымен атады. Венгрлар өте күшті ұстау сол жақта. Бақберге қазақ садағымен атады. Бақберге бөлікшірек, оған аңғайлы қазақ садақ. Ол үлкен ұзын садақпен аталмайды. Сонда әр спортшы өзіне сай садақ таңдап алып, сонымен өнер көрсетуде. Және оқтың сыры өте көп. Мен келесі сұхбаттарда оны бөлек отырып айту керек оқтың сырларын. Ал қазақ садағы неге кішірек болады, қалай ойлайсыз? Шапшан. Біз өйткені көбінде аттың үстінде атқанбыз. Яғни біз тұрып көздеп атпаймыз, венгрлар, басқа Европа мемлекеттері ұқсап. Біздікі көбіне шапшандық, аттың үстінде шауып, ал аттың үстінде үлкен садақ атуға ыңғайсыз. Сондықтан біздікі шапшан, жылдам және күш қуаты ату, күш серпіні өте қатты. Соған өздері де негізі мойындайды, өйткені біздің садақтар негізі нағыз рекордтар қойған қашықтыққа ату бойынша. Көкпардан ұлттық құрама 5-4 есебімен жеңіске жетті. Ал көкбөріден
қырғыздар бірінші орын алды. Енді қырғыз бен қазақ ойнаған кезде міндетті түрде артынан дауыл соғып, найзағай жарқылдап, сондай бір нәрселер болып жатады. Ол үйреншікті нәрсе. Үйінде тете өсіп, бауырлар өсіп келе жатқан адамдар біледі. Ондайдың не екенін. Менің де ойымша сол екеуі де түркілердің қызу қанды ұрпағы болған екен, солай деп ойлаймын. Енді былай қалжыңсыз айтатын болсақ, онда мықты мен мықты ойнаған, екеуіне де абырой, екеуіне де мәртебе. Бір ат көкпарды қанша жыл ойнай алады? Енді аяғы сау болып тұрса, денсаулығы сау болып тұрса, ойнай береді. 10 жыл болмаса да 5 жыл, 6 жыл анық ойнайды. Қазандық кезде қара бұйрақтар көп бейімделетеді. Қазір енді қаны бар, таза қанды аттар көп үйретіліп жатыр. Негізінен олар жылдам болады, шаршаған, шілей біле бермейді. Сол себепті қаны бар аттар тез үйретуге келеді. Келетін пайда бар ма көкпаршыға бұл спорттан? Көкпардың салымына дүние болмайды. Тартыспен келгендер тартыспен кетеді ғой. Не деген сөз сонда, қалай кетеді? Жаңағыдай көкпарда тартысасың, тартысып апарып саласың, сол нәрсе дүние тартыспен келді дейді, ол жаңағы салым. Бір көкпарда салым дейді бізде. Сол тартыспен келген нәрсе тартыспен шығып кетеді. Оның қалай қаяққа кеткенін де білмей қаласың кейде. Қанша малға саласың, ақшаға саласың. Бұл қызығушылық қой, қан құмарлық дүние болады деп айтпаймын. Мына сборный составтың балдарына полный айлық төленеді. Әрқалай 250, 300-ге дейін премиясымен бәрі төленіп отырады. Сүйіктілеріңізге не сыйлайсыздар? iPhone сыйлайсыздар, машина сыйлайсыздар, сосын Armani деген сияқты сумочка сыйлайсыздар, Қазір мен нағыз қазақтың ер азаматы не сыйлағанын көрсетем. Міне, бұл үйір жылқы тұратын әйгерімнің күміс ері. Әйгерім анамыздың ер тоқымы бұл өте бағалы, енді мен нақты. Оның қазіргі бағамен айтсақ, қазіргі бағамен дөп айта алмаймызбын, бірақ айфоннан қымбат. Ой, өте қымбат қой, бұл таза күміс, ойлаңызшы, екі жағы толғаны күміс. Келген көрермендердің де жаңа кіре сала бірден осы ер тоқымға көз салып жатады, себебі өте қызықты, бәріне әсіресе қолөнер шеберлерін қатты қызықтырады ер тоқым, сондықтан бұл біздің тура көзіміздің қарашығындай сақтап отырмыз. Аман есен жеткізуге. Мынаны қараңыздаршы, мына қызға. Бұл Шығыс Қазақстан облысында Қарақаба деген некропольда табылған. Бұл ақсүйек әйел болған екен. Мына костюміне, мына әшекейлеріне, мойнына тағылған алқасына, мына басына киген біздің сәукелеміздің арғы апасы деп айтайық, соған қарап бұл знатная дама деп айтады, енді бір ақсүйек әйел деп жазған екен. Мына бүкіл детальдары киіміндегі, аяқ киіміндегі кестесіне дейін түгел сол қазбада қандай табылды, тура сондай қылып жасап, тура сондай жаңғыртқан екен. Сонда қарасаңыз, енді сіз дәл қазір біздің дәуірімізге дейінгі 4-ші, 3-ші ғасырда өмір сүрген ақсүйек әйелдің киімін көріп тұрсыз, өз көзіңізбен көріп тұрсыз. Бүгін 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының соңғы күні. Ол не деген сөз? Ол деген осы бір апта бойы жүріп жатқан үлкен думанды сайыстың хедлайнерлері сахнаға шығады деген сөз. Димаш дейсіз бе? Жоқ, Димаш емес. Ирина Қайратовна да емес. Ол халықтың еркелері, серкелері алақанына салып баптап отырған сұлулары, жүйріктері, бәйге аттары. Бүгін бәйге. Мен атым Төлеген Асылжан. Мен 9 жастан бастап бәйге шабамын. Иә, бүгін қандай атқа мінейін деп тұрсыз? Бүгін бұйырса Белла деген. Иә, Белла деген қандай ат ол? Мен білмеймін да. Машина жүрген аттар.
Қандай дистанцияға шабасың? Аламан, құнан, топ. Мәссаған. Аламан қанша километр ол? 25. 25 километрге шабасың. Аламан бәйгеге. Иә. Ол саған сол бәйге не береді негізі? Бәйгеме ақша береді ғой. Жаным, қанша табасың бәйгеден? 10% қой ұтқаннан. Ұтқаннан 10%-ін саған бере ма? Молодец. Күшті не аласың ол ақшаға? Ақшаны үйге береміз. Үйге бересің бе? Ол сенің таза заработың ғой, неге бересің? Папа мамаға береміз ғой сол. Ой, жаным, сол отбасына асыраушысы екенсің ғой, иә? Иә. Жақсы, сәттілік тілеймін саған. Қазақтарға ең мықты конкурент болатын сол қырғыз елі ғой. Қырғыз елі болып тұрса, қара қыз деген жақсы ат бар Қырғызстанда. Сол болады ау. Сайгон, Тайфун деген Қырғызстан тоже мықты ат. Тоже сол да енді кішкене бәсекелестік болады ау. Көшпенділер ең мықты аттарын қоспақшы ғой осы бәйгеге. Солай болып тұр ғой. Бұл енді қанша жыл болды дайындалғанына, осыған арнайы дайындалды ғой олар да. Қара қызды мысалы осы уақытқа дейін бәйге қоспай осы көшпенділерге дайындады. Жеңіс аға, сізді осы қырғыз мемлекетінен келген ең бірді мықты бапкер деп жатыр. 30 жылдан бері келе жатабыз атменен өзіміз. Башқа жұмыс қылып көрген жоқпыз. Только ушул ат менен ат дайындап ат чаптырып эле келатабыз 30 жылдан бери. Өзүм ушул күнгө чейин 124 машина уттум байгеден. Ух ты, 124 машина уткан. Жакейге бөлүнөт, конюктарга, хозяинга бөлүнөт. Ошондой да. Ошол тренерге тиет бизге бир 15-20%. Сиз осы убакка дейин канча ат костуңуз байгеге? Көп коштум, саны деле жок. Бир байге атынын куну канча турат? Жакшы байге атын. $20,000 турат. 20-25 мың. Екінші номермен шауып жүрді ғой Хамза. Хамзаға шапалақ ұрып қойыңыздар. Жұмыртияқтан тер шығып, қара терге түсіп алған екен. Жаман емес, ар жағындағы 15 номердегі тұлпарда оңай емес. Былай деп айтып жатыр да, жаңағы үлкен бәйгелерге қосатын ат таба алмай қаламыз, бәрі тай бәйгеде шауып жарамай қалады деген сияқты, рас па сондай? Ол, я, бізде енді қазақта сөз бар ғой, тай кезінде тапта деп. Енді біз қазір біраз біздің федерацияда қазір біз тай бәйгені қысқартып жатыр. Көп жерде тай бәйгені өткізбеуін тайлардың қадағалап жатыр. Себебі өйткені тай кезінде ол жасөспірім ғой, кішкентай 3 жасар бала сияқты. Сол тай кезінде біз көп мысалы болашағы бар жүйріктерді ол құнанға шықпайды, 3 жасына шықпайды, 4 жасына шықпайды, аламанға жетпей, олар тай кезінде қирап қалып жатыр. Мысалы бізде осыдан 2 жыл бұрын ба бір ағаларым сөйлесіп отырғанда бір список болған екен, сонда 500 тайдай кірген екен, болған екен көктемнің басында. Келесі жылында құнанда солардың 50 ғана жүр деген сияқты мысалы болған. Енді 500 тайдан 450 жоқ, мысалы 50 ғана мысалы бізде шауып жатыр. Енді ол біздің ат спортын дамуына негізі тай бәйгені көп қып жасап, тай бәйге тайында ертерек құртып алып жатсақ, ол кезде біздің ат спорттың дамуына біраз кері әсерін беру мүмкін. Менің артында тұрған Hyundai Santa Fe Аламаннан бірінші келген адамға бұйырады. Ал енді Аламанды алған біз, Айқабақ атты жүйрік, күміс орынды иеленген Жұмыртияқ және қырғыздың қара қызы Қолан иеленді бүгін. Құтты болсын. Қазақ халқының ұлттық ойындарының саны 1000-ға жетеді дейді кейбір зерттеуші ғалымдар. Алайда бүгінгі күні біз білетін ойындардың саны аз, ойнап жүрген ойындардың саны одан да аз. Бірақ менің ойымша бұл да бір заңдылық, өйткені қазір заман басқа, қызығушылығымыз басқа, қажеттілігіміз басқа дегендей. Алайда дегенмен біздің ұлттық болмысымызды сақтап тұратын нәрсе ол тіліміз, мәдениетіміз, дәстүріміз. Сондықтан осындай көшпенділер ойыны бұл біздің кім болғанымызды өзіміздің тағы бір есімізге салатын, жоқ кім екенімізді есімізге салатын, мақтанышымызды оятатын, ұлтымызға деген сүйіспеншілікті арттыратын
керемет тамаша шара. Ризамыз. Көріскенше. Қазақ елін әлем танысын. Ұлдарымыз ұлықты болсын, қыздарымыз қылықты болсын, Абай мен Шәкәрімдей білікті болсын. Амин. Халқымыздың әр шаңырағы жақсылыққа толсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Көшпенділер тойы құтты болсын.